Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай жұмсақ, іші жаңғақпен толы баклава жасайтын боламыз. Бұған 5 ғана ингредиент керек. Өте қолжетімді, дәмі де өте күшті болып шығады. Ол үшін бізге грек жаңғағы керек. Ол 1 кесе. Осылай үгітіп аламыз. Сосын үгітілмеген дана-данасын бетіне қойға 20 штуктай жетеді. Сосын 4 жұмыртқа қажет, 1 пиала қант, 2 қорап сары май және ұн қажет. Осылай сливочный масламызды от жағып ерітіп аламыз. Жақсылап ерігенше араластырып тұру қажет. Астындағы отты қатты қоймаймыз, орташа отқа қойып, осылай толық ерігенше күте тұрамыз. Ерітіп алған сары майымызды бір ыдысқа құйып, суытып қоямыз. Ол суығанша біз жұмыртқамызды ағынмен сарысын ажыратып аламыз. Ағын бір ыдысқа, құрғақ ыдысқа саламыз, сарысын бөлек саламыз. Міне осылай миксермен жай жылдамдықтан бастап көпіртіп аламыз ағын. Кішкене көпіргеннен соң қантымызды аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Бұл процесс 5 минутқа дейін жалғасады. Жұмыртқаның ағы аппақ көпіршік крем болғанша осылай қант екеуін араластырып, көпіртіп дайындап аламыз. Міне дайындап алдық. Енді жаңағы суыған сары майымызға ұн салып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қатты емес, жұмсақ болу керек. Сол үшін осылай ұнды аз-аздан салып, жақсылап араластырып елейміз. Аз-аздан саламыз ұнымызды. Міне осындай жұмсақ қамыр болып шығу керек. Міне қамыр жасадық. Жақсылап елейміз. Қамырымызды осылай тақтайдың үстіне қойып 3 бөлікке бөліп аламыз. Теңдеш бөлікке бөліп, дөңгелектеп зуала жасап қоямыз. Бірінші бөлігін, бұл ортасы болады, жайып осылай табаға салып пісіреміз. Жайған кезде үзіліп кетуі мүмкін, соны қадағалаңыздар. Үзіліп кетпеуін көбірек ұн сеуіп жаямыз жақсылап. Міне осылай табаға салып та жаюға болады. Неге тақтайға жаймай. Осылай бір келкі етіп жасаймыз. Сосын духовкаге 180-200 градуста 4-5 минут пісіріп аламыз. Пісірген кезде қарап тұру керек. Бұл тез піседі, күйіп кетпеу керек. Бұл біздің пахлавамыздың ортасы болып табылады. Осылай жайып, енді пісіріп аламыз. Міне біздің коржымыз дайын болды. Бұл ортасы болады. Сосын енді ең астыңғы қабатын жайып, бетіне жаңағы жұмыртқаның ағы мен қантты қосамыз. Кремімізді осылай жағып шығамыз. Үстіне жаңғақтың жартысын саламыз. Бір текс қылып салып шығамыз жаңғағымызды. Міне осындай барлық жеріне жету керек. Барлығын бір текс қылып салып, үстіне жаңа піскен коржымызды саламыз. Одан соң үстіне тағы да кремімізді құйып, үстіне тағы да жаңғағымызды сеуіп шығамыз. Сосын беткі қабатын жаймен осылай қойып шығамыз. Ол үзіліп кетуі мүмкін, сондықтан жаймен қою керек. Сосын 2 жұмыртқаны жаңағы сарысын ажыраттық қой, ағын сол жердегі 2 сарысын алып, бетіне жақсылап жағып шығасыздар. Бір келкі етіп жағып шығамыз. 2 немесе 3 жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сосын пышақтың өтпейтін жағымен осылай бірдей етіп, бірдей қашықтықта сызық жүргіземіз. Осындай торкөз етіп жүргізу керек. Енді торкөзіміздің арасына жаңғағымызды осылай қоямыз. Барлық торкөздерде жаңғақ болу керек. Жаңғақтарымыздың бәрін қойып шығамыз.
Міне қойып шықтық. Енді бұны пешке жібереміз. Жаңағыдай 180-200 градуста, өзіңіздің пешіңіздің қыздыруына байланысты. Беті қызарғанша пісіреміз. Күйіп кетпеу керек, қарап тұруларыңыз қажет. Бұл 10-15 минутта уже пісіп қалады. Сосын бетіне ыстықтай бал жағамыз. Ыстық болған кезде балды жақсаңыз, беті жылтырап, әдемі болып жағылады. Міне біздің бақлаваларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Шай ішуге, қонақтарды күткенге өте таптырмас, дәмді, пайдалы, тәтті. Дәмі де өте күшті. Жасап көріңіздер, мен каналыма жазылды ұмытпаңыз.